Мен бүгінгі видеода біз Mortal Kombat'тың жаулар жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Mortal Kombat'тың жаулар өте көп болады. Тағы да олардың нысандары 13. 10-шы орында Мотаро. Бұл Мотароның өте мықтылық жері оның мүйізінде. Ол келе жатқан адамның мүйізіне бірақ беріп тағы да бұлардың үшеуінен Шаукан Мотароны мықты деді. Мен білмеймін, Мотаро әлі өзіне ұқсаған соң ба, әлі өзіне демектесін ба. Тағы да осының қолында қаурылар болды. 10-ші орында Кентаро. Кентаро 4 қолымен көптеген заттарды істей алады. Тағы да бұл от шашып, адамды ұшытып жіберіп, тағы да оны айналып соғып, оны бір ұрып құлатуы да мүмкін. Тағы да осы құбыжық өте керемет. Маған ұнайтын кейіпкердің бірі. 4 қолды кейіпкердің өзі де өте болады. Кентаро Mortal Kombat 2-де қосылып, Mortal Kombat қазіргілерде бар. 11-ші орында Горо. Гороны бәріңіз танитынсыздар. Оны ойнаған адамдар да, таныған адамдар да бар. Тағы да бұл дейтін бұл бәле адамды қолына ұстап, адамның қолдарынан айырады. Тағы да бұның өзіне адамды ұстап, оны қолынан айырады. Горо Вулкангтан тайып қалған шығар, бірақ басқа адамдардан Мотародан, Кентародан мықты. Тағы да бұл өз әйеліндегі ең мықты байыс болып келеді. Тағы Шалканның көңілінен шығады. Көбінесе бұл айналып ұрып, тағы да айғалап жыны шығу мүмкін. Короче, Халк сияқты. Горо тағы да өзін мықты санайды. Тағы да ол Вулкангпен кездескен кезінде өзін қан екенін айтты. Ал Горо өзін мықты, тағы да 4 қолымен көптеген заттарды адамның қолдарында шашып жібереді. Осы құбыжықтарды жеңу үшін бірінші олардың қолдарын сындыру керек. 10-шы орында Близ. Мен осы кейіпкер жайлы айтамын. Бұл кейіпкер тағы да көптеген Аргамедонда бар. Аргамедон бұл Титан. Тағы да бұл дейтін Близдің маскасы бар. Көріп тұрған шығарсыздар. Бірақ бұны Шалкан жеңіп өз күшін өзіне алды. 9-шы орында Хува. Хува зомби емес. Ол дейтін бірінші оның маскасын біреу алып алды, тағы да оның денесімен бірге алды. Бұны ұрсан жарасы тез жазылып сені қайттан сен тағы да ұра берсең, бұл қайттан жазылып саған ауыр соққылар беру мүмкін. Тағы бұл шашылып қалса қайттан жиналады. Ал енді 8-ші орында Анака. Анака көбінесе ол қанатымен ұшып көптеген от нелерін береді. Тағы да қолында да өзінің қылыштарымен де нелерінде бар. Бұл тағы да тістеп айдаһар сияқты аузынан от шығарып, сен бұдан қорғана алмауында мүмкін. Айдаһар тағы да өзінің мықты екенін біледі. Тағы да Шалканның жауы. Бірақ Шалкан бұны да жеңіп, Шалкан кек алды. Біраз кезінде Шалканның досы да болды. Мен ойласам, Шалканның досын болған соң тағы да кекілген болып, қайттан осындай болған шығар. Қазіргі Mortal Kombat 1-де бар, бірақ ол дейтін әшейін стеналарда ғана бар. Хува өзінің мықты екенін лавалар, тағы да бұл дейтін Близдан мықтырақ. Бірақ оны Близбен Шалкан қосылып Близді Анаканы жеңеді. Анака тағы да өзінің үшкін нелерімен де қорғанады. 7-ші орында Кано. Кано ол көзімен лазер атып, тағы да қолында өзінің қылышы да бар. Кано тағы да жансыз қарулар тасып, тағы да Соно Блейдпен Жакстың жауы. Оны сіздер білесіздер. Кано тағы да көптеген адамның жынына тиеді. Тағы да бұл дейтін аузынан көптеген сөз шығып, адамды мазақтап, өзін мықты қылады. Соның жынданып біткен кейіпкерлер бұны жоюға асығады. Бірақ Кано өте мықты. Ол көзімен өте көптеген лазер шашады. Бұның көзі өте лазер. Тағы да қолында өте қауіпті оружие. 6-шы орында Кабал.
Бұл кабы өте жылдам, тағы да қолында 2 қылышы бар. Бұның денесі күйіп кеткен соң тағы да осындай киімдерді киеді. 5-ші орында Барака. Барака дейтін таркатан. Таркатан ауруына шалдыққан адам. Сол таркатандардың сол ауруға шалдыққанның бәрін жинап, өзі көшен болып алған. Тағы да Бараканың қолындағы қылыштары, тағы да тырнақтарын қанша кессең өсіп кете береді. Тағы да Бараканың халқы етті жақсы көреді. Тағы да олар басқа зат жемейді. Барака да қазіргі бөлімдерде де бар. Өзінің арыл түсімен көптеген заттар түсіп, Бараканың аузы өте мықты. 4-ші орында Куанши. Куанши тағы да өлген кейіпкерлерді тірілтіп, тағы да өз-өзіне білетіп қояды. Тағы да Беканды тірілтіп, өз-өзіне қастандық қылды. 3-ші орында Молох. Молох дегеніміз бұл 3 көзді дәу. Бұл дейтін өте мықты кейіпкер, тағы да бойлы ұзын. Қолында дәу зат болып, тағы да адамдарды жояды. Бұл Аргамедондағы кейіпкер болады. 2-ші орында Шансунг. Шансунг адамдардың жанын алып, тағы да сояқпен жасарып жүреді. Тағы да бұл дейтін Рейденнің да күшін сұрап алмақшы болды. Тағы да бұл дейтін әрбір кейіпке өне алады. 1-ші орында Шауакан. Оған таңғалмайтын шығарсыздар, бірақ Шауакан өзінің мықты адам екенін білеміз. Бірақ ол балтасы үлкен көбалымен адамдардың бастарын сындырып, тағы да оның күшін билігін алып алады. Тағы да Китананы да алып алған. Тағы да бұл төбелес кезінде өз жауын әлсіз деп көреді. Ойлаңыздаршы. Тағы да бұл дейтін әлемдерді жаулап, тағы да қанжыда жерді жеңіп, тағы да Китананы қолына алған кейіпкер. Бірақ бұның қызы бар, оны ең мықты хан. Тағы да бұл дейтін өзінің Гангтан тайы жекап көптеген әлемді жаулаған кейіпкер.